баққа сүйерім, ілікшім қамқорым менің, бір туған іні қарындас, сендерді аңсап жүрем. Бақытты отбасы дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға қайратты әке, мейірімді ана, жадыраған балалар келеді. Шынында да солай. Отбасының бақыты үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Жанұя мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне деген құрметі мен сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Бақытты отбасында әрқашан үйлері жақсылыққа толы болады. Әр бала бақытты отбасында дүниеге келеді. Ата-анам өмірдегі ең қымбат адамдарым. Олар мен жақсылыққа, әдептілікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Сабақта да, үйде де ұқыпты, тәртіпті, саналы бала болса екен деп тілейді. Мұқағали Мақатаев, анашым. Анашым, асыл анам, есіл анам, елжірет, есіркеймін, несіне алам. Мен үшін суалатқан ақ сүтіңді, ақтамасам боп жүрмін, несіне адам. Алыс жолда жүрсем де арып ашып, ағат ойлап түсірмей жаның ашып. Оқытып, шешуі бар хаттарымды, отырмысың үркейіп жаның ашып. Күйін арманға шақырған ақтан, ақ жауын ақ бата сиын, тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні, әлдилеп әнге салатын қастерлі анамның үні. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенім, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенім, киелі туған топыраққа тартады